Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. 6 бөлім салт дәстүр. Сабақтың тақырыбы ол домбыра тартады. Бүгінгі сабақта сендер не үйренесіңдер? Оқыған, тыңдаған сөз тіркестерін қолданып, сөйлем құрауды үйренесіңдер. Сөздерге тиісті жалғауларды жалғап үйренесіңдер. Жаңа сөздер: домбыра тартады, играет на домбре, кейіпкер, персонаж, ертегі оқиды, читает сказку. Балалар, жаңа сөздерді менімен бірге қайталаңдар. Домбыра тартады, кейіпкер, ертегі оқиды. Жарайсыңдар балалар. Енді үлгіге қарап сөйлем құрауды үйренейік. Бірінші, шахмат деген сөз берілген. Енді осы сөзбен сөз тіркесін құрастырайық. Шахмат үйірмесі. Енді осы сөз тіркесімен сөйлем құрастырамыз. Шахмат үйірмесіне барамын. Енді осы сөйлемді толықтырамыз. Мен шахмат үйірмесіне барамын. Ал енді толық сөйлем болады. Мен сабақтан соң шахмат үйірмесіне барамын. Осылайша домбыра деген сөзбен өздерін үлгіге қарап сөйлем құрастырып көріңдер. Бірінші тапсырма 58-ші бет. Мультфильм кейіпкерлері не істейді? Қажетті сөздерді пайдаланып сөйлем құра. Бірінші суретке қараймыз. Бұл жерде қандай мультфильм? Бұл Бай Алдаркөсе мен Бай деген мультфильм. Төменде екінші суретте бұл Алдаркөсе. Ал үшінші суреттегі мультфильм бұл Бауырсақ мультфильмі. Енді осы суреттердің астында керекті сөздер берілген. Осы сөздерге қарап біз сөйлем құрастырып көрейік. Мысалы, біз өтіп жатқан бөлім салт дәстүр деп аталады. Наурыз мейрамы туралы өткен болатынбыз. Наурыз мейрамында Бай домбыра тартады, ал Алдаркөсе билейді, ән айтады деп сөйлем құрастыруға болады. Ал енді сендер өздерін қалған суреттермен сөйлем құрастырып көріңдер. Бұл тапсырманы ауызша орындайсыңдар. Келесі екінші тапсырма: сөздерге тиісті жалғауларды жалғап жаз. Жақшаның ішінде жалғаулар берілген. Сендер соның тиістісін таңдап сөйлемді көшіресіңдер. Балалар, өткен сабақта біз жіктік жалғауын өткен болатынбыз. Жіктік жалғауы келер шақта қандай жіктік жалғау жалғанады? Және осы шақта, ауыспалы осы шақта, және өткен шақта қандай жалғау жалғанады? Соны есімізге түсірейік. Егер өткен шақта тұрса сөз, оған м деген жалғау, ныз деген жалғау жалғанатын. Ал осы шақта немесе келер шақта тұрса, онда оған мын, мін, сын деген жалғаулар жалғанушы еді. Осы ережелерді есімізге түсіріп, тапсырманы жазбаша орындаймыз. Енді бүгінгі сабақтың рефлексиясы. Мен бүгін, мысалы, не білдірсіңдер? Мен бүгін сөйлем құрауды білдім. Маған бүгінгі сабақта ауызша тапсырма, яғни суретпен жұмыс жасау, сөйлем құрау қиын болды немесе оңай болды деп маған жібересіңдер кері байланысты. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.